Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат жасанды интеллектке сіздің орныңызға эссе қалай жаздыртуға болатынын талдау, талқылау, көрсету. Google'дың іздеу жаулағына ChatGPT деп жазасыздар. Парақшаны орыс тіліне немесе қазақ тіліне аударып алсаңыздар тиімді. Тіркелесіздер. Мен Google аккаунт арқылы тіркеліп, продолжить батырмасын басып тұрмын. Интернет желісі жақсы ұстаса, ісіңіз жылдам өрге домалайды. Өздеріңіз жайлы ақпарат бересіздер, туған күндеріңізді жазасыздар. Содан кейін қосымша бетте Google переводчик жасап қойсаңыздар, ашып қойсаңыздар болады, ағылшыннан қазақ тіліне. Неге? Себебі ChatGPT қазақ тілінен гөрі ағылшын тілінде немесе орыс тілінде ақпаратты тиімдірек береді. Мінекей, қазақ тілінде менің анам эссе деген тақырыпта жазу керек болды. My mother essay деп берді. Бірден ChatGPT-дің іздеу жолағына төмен жақта тұр біздің жағдайда тура ағылшын тіліндегі аудармасын жаздық. Мінекей қойдық. Бірден 2-3 секундтың ішінде эссе дайын болды. Ағылшын тіліндегі эссені белгілеп алып, көшіріп, Яндекстегі переводчикке салып аудармашыға, қазақ тіліне аударып, өздеріңіздің игіліктеріңізге пайдалануларыңызға болады. Қазір көресіздер, ешкімде қайталанбаған ерекше эссе шығады. Мазмұны өте керемет. Мәселен, менің анам менің өмірімдегі ең маңызды адам. Ол менің ата-анам ғана емес, сонымен бірге менің ең жақын досым, ұстазым және үлгі өнегем деп басталады эссе. Ең бастысы сіздер сұрақты нақты қоя білсеңіздер. Сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақ бұдан да қызық болмақ. Жасанды интеллектке қалайша қымыжыны құратуға болатынын көрсететін боламын. Сау болыңыздар!